қаласының Абай атындағы орта мектебі осы қаладағы ірі қара шаңырақтардың бірі, жалғыз қазақ мектебі. Оның тарихы 1952 жылдан басталады. Осы жылдың қаңтар айынан бастап біз ұлы Абай есімін иеленіп отырған мектеппіз. Мектебіміз осы Абай есімін алуға әбден лайықты деп есептеймін. Себебі біздің ұжымымыз өте ұйымшыл, мықты ұжым. Ұжымымызда барлығы 63 педагог жұмыс істейді. Оның ішінде 15-і педагог зерттеуші болып табылады. Яғни педагогикалық ұжымның әлеуеті өте мықты. Біздің педагогтарымыздың ішінде республикалық, облыстық түрлі сайыстардың жеңімпаздары бар. Оқушыларымызда республикалық, облыстық сайыстарда жеңімпаз болып жүрген білімді оқушылар. Осы мектепте қазіргі кезде түрлі жобалар іске асырылып жатыр. Оның ішінде біз облыстық зейін, бірге оқимыз, бір отбасы, бір кітап атты жобаларға қатысып жатырмыз. Оның ішінде мектептің де өзінің жобасы бар. Ол жоба бізде ұлттық колорит деп аталады. Осы жоба бойынша әрбір ай бір ұлы тұлғаға арналады. Өткен айымыз біздің Қасым Аманжолов айына арналған болса, осы айымыз біздің қазіргі Жамбыл атаның рухына бағышталып отырған ай. Сол кісінің өнерін, жаңағы поэзиясын, жалпы шығармашылығын насихаттауға арналып отыр. Енді біздің ата-аналарымыз да мектептің іс-шараларына өте кеңінен қатысады. Мысалға алатын болсақ, бір отбасы, бір кітап акциясына қатысқан біздің отбасыларымыздың ішінен Парменовтар отбасы Абай шығармаларын сахналау бойынша бірінші орынға ие болды облыстық сайыста. Ал енді Күлжанбековтар отбасы Абай аудармаларын мәнерлеп оқудан үшінші орынға ие болды. Яғни отбасыларымыз да бізге үлкен қолдау көрсетеді.